Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Аман есен жүріп жатырсыздар ма? Жақсымыз, барлығы жақсы, аман есен жүріп жатырмыз. Сәлеметсіздер. Терезенің алдында тұрғам ғой. Анда күн қатты түсіп тұр. Кәдімгідей шақырайып тұр ғой. Өткенде Инстаграмда жазыпты біреу. Инстаграмда емес, Ютубта жазыпты. Қасыңызға не болған деп. Мен айтам ғой, қасымды бүлдіріп алғам деп айтам ғой. Не істеймін енді, айтыңыздаршы, не істеймін енді? Бүлдірдім. Енді ол деген, мысалы біреу қолын кесіп алса, қолыңды неге кесіп алдың, қалай кесіп алдың деп сұрай берсе, ол адамға приятно ма? Приятно емес қой. Біреудің мысалы мұрны қисық болса, неге мұрның қисық деп сұрай берсе, приятно ма? Приятно емес қой. Тура сол сияқты. Мен қасымды бүлдіріп алғам, бүлдірдім. Білем ғой, айтам ғой, постоянно айтам ғой, бүлдіріп алдым. Не істеймін енді, айтыңызшы, не істеймін? Ештеңе істей алмаймын. Бәрін істедім, мейлі. Енді кім не десе, о десін, мейлі. Не істеймін мен? Айтыңыздаршы. Қасымды бүлдірдім. Ең бастысы әйтеуір біреудің семьясын айырып жіберген жоқпын, біреудің отбасын бүлдірген жоқпын ғой. Ең бастысы сол ғой. Ұрлық қылған жоқпын, біреуден қарыз алып қайтармай қойған жоқпын. Біреуге тіл тигізген жоқпын. Ең бастысы сол. Енді қасымды бүлдіріп алдым, не істеймін енді? Өлем бе енді? Айтыңыздаршы, өлем бе? Рахмет. Бастысы денім сау, есім дұрыс, Аллаға шүкір. Сол ғой. Басқасы жарайды енді. Не істейміз енді? Қалдарыңыз қалай? Эфирге мен адай. Ой, рахмет жан, бізге әдемісіз деп қойды. Рахмет. Әпке сұлусыз ғой дейді. Рахмет. Басыңыз аман болсын, қас өсе дейді. Рахмет. Тәте, өткендегі видео ютубқа салынды ма, таба алмадым дейді. Көтені бүрсе деген дейді. Шындығыз айтпай деп. Қасыңыз дым білініп тұрған жоқ. Жандарым, рахмет. Өстіп, сіздер сөйдеп қойыңыздаршы. Необычный қас болды, зато бәрібір жақсы көреміз. Рахмет. Бәріңізге рахмет. Шын айтам, елдің бәрінің қасы андай бірдей ғой, менің қасым деген ерекше. Бүлдіріп алдым, мен не істеймін енді. Осы қасымды бүлдіріп алдым деп, мен қаншама жыл өзім кәдімгідей жедім да. Жаман жедім өзімді, қатты жеп қойдым өзімді. Сосын, когда мен мойындадым, что шынымен де не істеймін енді деген кезде, как-то жіберді. Ішімнен прямо жіберді. Не істеймін енді дейді. Не істеймін, бүлдіріп алдым енді. Бүлдіріп алдым деп. Солай. Рахмет, барлығы жақсы, аман. Біз өздеріңіз жақсысыздар ғой, ең бастысы. Өткенге өкінбе де өзіңіз үйреттіңіздер. Дұрыс айтасыз. Мен деген білесіздер ме? Мен деген андай живая легендамын ғой деп қояйыншы бір кезде. Енді біреу тейсер енді, жарайды енді. Мен деген кәдімгі живая легендамын ғой. Мен жалпы өмірімде не болды, қалай мына өмір, қалай орналасқан, сіздер білесіздер, мен соның барлығын өзім денемнен өткізіп барып қана түсіндім да.
Енді мен соны айтып жүрмін сіздерге, сіздер соны денеден өткізбей секіре салыңыздаршы деп тұрмын да. Секіре салыңыздаршы деп. Мен соны үйретіп жүрмін. Менің денемнен өтті, себебі мен денемнен өтті да. Қараңыздар, мен қазір шашым ағарып кеткен, ағарып кеткен болғанда мен шашым бояймын. Просто мен қазір бояп жүрген жоқпын да. Шашым бояп жүрген жоқпын, шашым ағып қатты шығып кетті. Менің шашым неге ағарып кетті? Менің шашым 3 күнде ағарып кеткен. 3 күнде ағарып кетті шашым. Кәдімгі 3 күнде. Қалай ағарып кетті? Менің егіз қызым 1 күнде шетінеп кетті. Сол кезде мен көтере алмай қалдым. Мен көтере алмай қалдым. Мен больницадан шықтым. Енді босанғаннан кейін ана күтініп айтып орамал тартып жүресің ғой. И бір күні шешсем орамалым, шашым деген былай аппақ қой. 3 күннің ішінде шашым ағарып кетті. Мен сол кезде не түсіндім? Мен сол кезде түсіндім, бұйырмайтын нәрсе бұйырмайды екен. Мен соны түсіндім. Бұйырмайын деген нәрсе бұйырмайды екен. Қанша жыла, қанша сықта, қанша жабыс бұйырмаса бұйырмайды екен, болды, бұйырмайды екен. Мен соны түсіндім. Бірақ мен соны өзімнің денемнен өткіздім да. Өткізіп барып түсіндім. Шынымен де солай екен. Анау мен айтып жүргенім сол, жабыспаңдаршы деп. Жабыспаңдаршы. Болмайтын нәрсе болмайды. Болмайды екен. Болмайды екен. Болмайды екен. Мен соны өзім өткіздім денемнен. Сосын тағы бір нәрсе, мен мынау қасымды жасаймын деп, қасымды бүлдіріп алдым. Енді қараңыздар. Бұл деген сөз, мына қасын жасап жүрген адамдардың барлығына қасы айтса деген сөз емес, олай емес. Жоқ, олай емес екен. Менің өзімнің қасым әдемі тұғын да. Қасым, өзімнің қасым кәдімгі қою, әдемі тұғын қасым. Мен оны келдім да не істедім? Одан сайын әдемі қылам дедім да. Одан сайын әдемі қыламын дегенде олай жұмыс жасамайды екен. Нау әлем олай жұмыс жасамайды екен. Вот, мен қасымнан тағы да өткіздім, қасымды бүлдіріп алдым. Енді бір қыз айтайын. Мен көбіне оқырмандарым айтам. Оқырмандарым айтады, қарыз алып қайтармай жүр, не істеймін дейді. Мен айтам, жібере салыңызшы деймін да, жіберіңізші деп. Оқырмандарым айтады, бір әйел отбасымыздың ортасына кіріп жүр, не істеймін тәте дейді да, жіберші деймін да, жіберші. Түрлі сұрақтар қояды. Мен айтам, жабыспашы, жіберші деймін да. Неге? Неге мен өйтіп айтам? Себебі мен оны да өзім өткізгем денемнен. Мен жалпы Қайратпен қалай таныстым? Қазіргі менің күйеуім, балаларымның әкесі Қайратпен қалай таныстым? Мен Арқалық қаласында гимназияда мұғалім болдым. Физика пәнінен, кәдімгі ол кездері Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназия халықаралық деңгейдегі танымал гимназия болды. Себебі бүкіл әлемдік халықаралық деңгейге олимпиадаға балалар шығарып жүрдік та. Кәдімгі халықаралық деңгейдегі танымал гимназияда мен қызмет атқардым. Физика пәнінен сабақ бердім. Бір күні қызық болды. Маған әкем, папам, анам, үлкен сестрам бар, Кенжеш деген. Үшеуі қосылып, маған Арқалық қаласынан 2 бөлмелі квартира сатып алып берді. Арқалық қаласынан. Ол кезде дүние деген қымбат. Дүние қымбат ол кезде. Содан Арқалық қаласынан маған 2 бөлмелі пәтер сатып алып берді. Мен әлгі 2 бөлмелі пәтерде тұрып жатырмын. Ол кезде шындығы керек, не только жалғыз басты қыз мен сияқты 2 бөлмелі пәтерде тұру, даже семьясымен де адамдарға сонда 2 бөлмелі пәтерде тұру арман тұғын да, кәдімгі үлкен арман тұғын. Маған Алла бұйыртып, солай сөйтіп 2 бөлмелі пәтер алып берді. Мен сөйтіп гимназияда қызмет атқарып жүрдім. Енді мен өзімді өте жақсы бір кереметпін деп айтпаймын, бірақ жақсы мұғалімдердің қатарында болдым. Жақсы мұғалімдердің қатарында болдым.
Содан бір күні жұмыстан үйге келсем, менің квартирамды тонап кетті. Ал керек десеңіздер. Квартирамды кәдімгідей тонап кетіпті. Ойбай! Жылап еңіреп, Арқалық қаласында менің Қаламқас деген тәтем тұратын ол кезде. Жылап еңіреп, жаңа Қаламқасқа бардым. Ойбай, квартирамды орда тонап кетті. Не дейді? Содан екеуміз, Қаламқас екеуміз, мен жылап жүрмін. Қаламқас екеуміз жаңағы неге бардық? Говдыға бардық. Ол кезде говды болу керек, городской, говды болу керек. Содан говдыға бардық. Говдыға барсақ, сол кезде басталды. Сөйтсе, Қайрат біздің жаңағы форма кимейтін милиция екен. Мен қайдан білейін оны? Форма кимейтін милиция екен. Сөйтіп, маған Қайрат келеді. Не болды дейді, квартирамды кража болды. Мен айналсам дейді, мен айтам жоқ деймін. Маған форма киетін милиция керек деймін. Сонда да қараңыздарса, мен қырсықтығымды болмай тұрмын ғой. Маған форма киетін милиция керек деймін. Содан Қайрат барып, үсті гражданский басына барып, андай не киіп ғой, фураж киіп келген ғой. Мен сол фуражканы көріп, соған мәз болған ғой, короче. Ой, Аллай, осы күні күлгім келеді. Әрі ақмақтығым, қараңыздар, әрі ақмақтығым, әрі өзімнің дегенімді істетіп тұрғанды қараңыздарсайшы. Өзім дегенімді бәрі де істетіп тұрмын ғой. Форма киген милиция керек деп тұрмын да. Маған форма киген милиция керек деп тұрмын. Содан Қайрат басына форма киіп келіп тұр ғой, басына фуражка киіп тұр ғой. Сосын жаңағы Қайрат, ол кезде енді Қайрат шындығы керек есімде жоқ. Өтірік айтпаймын, есімде жоқ. Содан жаңағы сестра мен Қаламқас екеуміз барып жаңағы заявление жаздық, айттық, бүйттік, короче, не керек? В общем, кражаны табылды, бірақ ақшаларым табылған жоқ, қалған заттарым табылды, бірақ ең қымбаты дейін мен болашақ күйеуімді кездестірдім. Қайратты сол жерде кездестірдім. Қазір балаларымның әкесі. Енді қараңыздар. Сонда қараңыздар. Сол менің квартирамда ұрлық жаңағы тонау арқылы не болып тұр? Мен Қайратпен танысайын деп тұрмын ғой. Сонда қарап отырсаңыздар, кез келген нәрсенің соңы артын қайырын берсін деп тілеу керек екен. Артын қайырын берсін. Сондықтан да менің оқырмандарым, тыңдаңыздаршы мен. Қазір сіздерде өмірлеріңізде қандай қиындық болып тұрса, любой ауырып жатсаңыз да, қамалып отырсаңыз да, қарызыңызды алып қайтармай қойса да, или қарызыңызды өзіңіз қайтара алмай жүрсеңіз де, тұрмысқа шықпай жүрсеңіз де, тұрмысқа шығып қиналып жүрсеңіз де, үйлене алмай жүрсеңіз де, үйленіп, бірақ жағдайларыңыз болмай тұрса да, шыдаңыздаршы. Сабыр сақтаңыздаршы. Қайырым бер деп сұраңдар. Алла деңіздер. Алла, осы өмірімде болып жатырған, маған ұнамай тұрған жағымсыз жағдайдың артын қайырлы етші деңіздер. Мен мықты дұға айттым. Мен дұғаларымды өзім жазамын. Неге? Себебі мен енді біраз нәрсені оқыдым, енді шындығы керек, оқымадым деп айтпаймын. Оны оқырмандарым бәрі біледі мені. Менің кімнен білім алатынымды да біледі оқырмандарым. Мен соған қарап отырып, қазақ тіліне келтіріп, сауатты қып жазам да дұғаны, сауатты қып. Неге? Себебі сөз ол сигнал. Себебі мен физик болғандықтан, сөз қалай жұмыс жасайды, мынау дене қалай жұмыс жасайды. Мен уже толық түсініп қойғам оны. Кәдімгідей түсініп қойдым мен. Түсіндіңіздер ғой? Түсініп алғам басқа, түсініп қойдым басқа. Мен түсініп қойдым оны. Деймін да. Сондықтан да сабыр сақтаңыздар. Любой нәрсенің қайыры бар. Любой нәрсе. Просто, міне жазып отыр. Алла, өз өмірімде деңіздер, өз өмірімде болып жатқан жағымсыз жағдайлардың қайырын берші, немесе осы жағымсыз жағдайлардың артын қайырлы етші. Түсіндіңіздер ғой? Сосын жіберіңіздер. Адамдар жібере алмайды да. Қалай ол?
жіберіп үйренеді. Қашан адам когда соны айтады, күбірлеп, мына құлақ есту керек. Құлақ есту керек. Абай айтады, құлақтан кіріп бойдалар дейді. Құлағыңнан кірді ма, құлағыңыздан кірді ма, мына дене жаттайтын болып тұр ғой. Құлақтан кіріп бойдалар дейді. Өзіңіз күбірлейсіз, құлақ естиді. Күбірлейсіз, құлақ естиді. Түсіндіңіз ғой? Солай бір 10 шақты рет, солай айтыңызшы. Жүрегіңіз тыныштала бастайды. Неге жүрек тынышталады? Себебі біздің Алламыз жүректе ғана. Жүрегімізде. Неге жүрегімізде Алла? Мен оны баяғыда айттым, бірақ тағы да қайталап айтып жіберейін. Біз әуелде анамыздың жатырына тамшы болып түсіп, жаңағы кішкентай болып өсе бастаған кезде ең бірінші біздің тірі екенімізді белгі беретін жүрек екен. Жүрек соғады екен. Ең бірінші. Ол медицинада да дәлелденген, да? Медицинада да дәлелденген. Жүрек ең бірінші белгі береді екен. Жүрек соғады екен. Опа, зайт тірі. Тірі. Түсіндіңіздер ғой? Тірі. Вот солай. Сондықтан да Алла біздің жүрегімізде. Жүрегімізде. Мен оны өткенде радиоға барған кезде де сіздерге түсінікті қылып айттым. Неге біздің ойымыз орындала бермейді? Неге біздің ниетіміз орындалады? Немесе қалау орындалады? Себебі таңдау ол біздің миымызда болып тұр. Таңдау мида. Түсіндіңіздер ғой? Салыстырамыз ғой. Салыстырамыз, да? Ананікі әдемі, мен одан асып кетуім керек дейміз. Бұл логика уже. Анау андай көйлек киіп жүр, жоқ, мен ол көйлекті кимеуім керек дейміз, да? А бірақ жүректен сұраңыздар, жүрек олай айтпайды. Жүрек демейді. Сондықтан да жүректің ғана қалау орындалып тұрады. Неге? Себебі ми бар ғой. Ми былай істемейді екен, да? Былай дық-дық-дық деп былай вибрация жасамайды екен. Жүрек вибрация жасайды. Жүрек там соғады. Дық-дық-дық-дық. Жүрек соққан кезде дық-дық-дық, мына біздің денеміз ұрады. Дық-дық-дық. Сонда біздің мына денеміз бүкіл әлемге дық-дық-дық-дық-дық вибрация береді. Міне, түсіндіңіздер ме? Бүкіл құпия мына денеде жасырылған. Бүкіл құпия. Сіздер ойламаңыздар, мынау дене менің орындалмай жатқан арманымның, я буду наказывать демеңіздер. Жоқ, олай емес. Олай деп айтпаңыздар. Менің армандарым орындалмай жатқан үшін мен осы денемді жазалаймын демеңіздер. Жоқ, олай емес. Олай емес. Мына денені күтіп, құрметтеңіздер. Күтіп, құрметтеңіздер. Сол кезде сіздің арманыңызға осы дене апарады. Осы дене апарады. Күтіп, құрметтеу деген сөз, ол деген сөз ұйқысы кеп тұр, ұйықтайым, жегім кеп тұр, жейм. Жоқ, олай емес. Денені ессіз күйге түсіріп жібермеу керек, та? Дене ессіз күйге қашан түсіп кетеді? Бет албақты ұйықтай бересің, айқын көп тұр, ұйықта. Түсінесіздер ғой, немесе ананы жеген, мынаны жеген, да жеген 100 килограмм болып алғанда. Жоқ, болмайды ол. Ол уже денеге наказание. Ол наказание. Денені қалай күтіп құрметтейміз? Суға түсіру, моншаға апару, денеге кремдер жағу, және өзіңіздің денеңізбен сөйлесу. Өзіңіздің денеңізбен сөйлесу, ол бірінші орында. Себебі, қазір мен терезені жауып жіберейінші. Мына күннің көзі. Так, нормально болды ма? Ой, маңдан бір өстіп қойсамшы. Ана күннің көзі деген шақырайып тұр ғой. Жақсы болды. Ротштауды түсіре салдым. Массаж жасату денеге. Түсіндіңіздер ғой? Прямо денеге массаж жасату, күту. Мына денені күту керек. Денені күту керек. Денені күтпесеңіз, дене шаршап қалады. Денені ұсқынсыз күйге түсірмеңіздер. Түсіндіңіздер ғой? Енді бері қараңыздар. Дене үшін қымбат крем жоқ, арзан крем жоқ. Осы нәрсені естеріңізде болсын. Түсіндіңіздер ғой? Денеңізге қандай крем жақсаңыз да, сіз сол кремді жағып жатырған кезде денеңізбен сөйлессеңіз болды. Енді мені мұқият тыңдаңыздар. Неге? Себебі дене үшін жағылған крем, ішкен тамақ, салынған укол барлығы инородное тело болып есептелінеді.
инородное тело, бөтен дүние, бөтен зат болып есептеледі. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан да сіз денеңізбен оны сөйлеспей, денеңізбен келіспей, денеңізбен ақылдаспай істесеңіз, дене оған кері реакция береді. Міне қас. Мен жаңа айтып отырмын ғой, мен полный денемен өткізіп қойдым оның барлығын деп. Мен білмей қалдым деп, шын айтамын. Білмей қалдым мен. Мінеки, міне қас. Бүлдірдім. Көрдіңіздер ғой? Бүлдірдім. Келісу керек. Не себептен кейбір келіншектер мысалы табиғи жолмен жаңағы бала көтере алмайды, и экодан да көтере алмай жатады да көбісі. Не себептен? Себебі матка келіспей тұр. Келіспей тұр матка. Түсіндіңіздер ғой? Себебі ол инородный. Апарып сырттан андай медициналық нәрсемен сырттан әкеп жасайын деп, салайын деп тұр да. Или салды. Келіспейді матка. Келіспейді, матка лақтырып тастайды. Түсіндіңіздер ғой? Келіспейді. Вот солай. Сондықтан да өздеріңіздің анау көрпеңе қарай көсілдейді да, көрпеңе қарай көсілі. Әр адам өзінің жағдайына, қазіргі жағдайына қарай қимылдау керек. Қазіргі адамдардың қателігі неде болып тұр? Өздерінің көрпесіне қарай көсілмей, мен не одан кеммін бе деп қарызға кіріп кетуінде болып жатыр да. Барлық қателік сонда болып тұр. Қарызға кіріп кетіп жатыр. Бір-ақ рет өмір сүрем ғой, не болыпты деп қарызға кіріп кетіп жатыр. Қарызға кіріп кету деген не деген сөз? Оның ең құпиясын айтайын. Бұған дейін оның құпиясын ешкім айтқан жоқ сіздерге. Қарызға кіріп кету деген сөз, сіз өзіңіздің, денеңіздің болашақ өмірінен уақытты ұрладыңыз деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Қарызға кіру, мына денеңіздің болашақ өмірінің уақытын ұрладым деген сөз. Болды. Сізге ешкім айтқан жоқ бұл құпияны. Осы уақытқа ешкім айтқан жоқ. Ең бірінші мен айтып отырмын. Солай. Сондықтан да қарыз алдың ба? Қайтар деп ол қасиетті Құранда да жазылған. Оны мынау жаңағы имамдар да айтады. Және түсініп қойған адамдар да айтады. Қарызды қайтарыңдар дейді. Деп айтады. Әрине имамдар әдемі қылып айтады. Ол кісілер енді сол салада оқыған ғой. Сол салада оқыған ол кісілер Құранды да біледі, жаңағы жақсы тәпсірлейді. Сондықтан да олар әдемі жеткізуі мүмкін. Ал мен бүйтіп айтамын. Қайтар қарызыңды деп айтамын да. Мен сөйтіп айтамын. Неге? Себебі мен білемін оны. Түсіндіңіздер ғой? Мен білемін оны. Қайтар қарызыңды деймін. Қайтар, өзіңе жақсы болады деймін да. Өзің үшін деймін да. Неге? Себебі денелеріңіздің болашағынан уақытын ұрлап қойасыздар. Вот солай. Сондықтан да әлгінде бәленбай мыңға кремді қарызға алып жақтым, айттым, бүйттім, олай жасамаңыздар. Қазір сіздің қалтаңыз нені көтеріп тұр, соны соны істеңіз. Өмір бақи деп тұрған жоқпын ғой. Бірақ назарыңызды өзіңіздің таңдауыңызда ұстаңыз. Мінеге қалай жұмыс жасау керек та? Сонда сіздің денеңіз бен ойыңыз бірмен бірі соғысып қалмайды. Денемен ой сол кезде соғысып қалмайды. Сол кезде екеуі синхронно әдемі кетеді. Оны физикада когерентті дейді. Яғни жүрегіңізден шыққан магниттік толқындар мен мидан шыққан электромагниттік толқындар когерентті түседі. Екеуі когерентті түседі. Синхронно түседі. Сол кезде мына пазлдар барлығы орындарында тұрады. Прям орындарында тұра береді. Үші. Былай қарап тұрсаңыздар, енді мен үшін түк қиындық жоқ. Мынау әлем барлығы голограмма. Түгел голограмма. Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Қараңыздар. Мысалы, сіз білесіз, что бір адамды білесіз, что ол ештеме білдірген жоқ та. Білесіз. Бір адамды білесіз, ештемені білдірген жоқ. Біреуден қарызды алмайды да ол адам тіпті. Қарызды алмайды. Бірдеме сұраса, соңғы наны болса да береді. Өзі жемесе де қонағына асып береді.
сондай адам бар сіздің өміріңізде. Түсіндіңіз ғой? Сондай бір адам бар. Енді сол адамның маңайын былай бақылаңыз. Жан-жағын бақылаңыз. Ештемені бүлдірмеген адам болу керек ол. Ештемені бүлдірмеген. Қарап отырсаңыз, что-то нет, бірдеме дұрыс емес, бірақ сол адамның маңайында бірдеме дұрыс емес. Әйтеуір бірдеме дұрыс емес. Или күйеуінің жұмысы жүрмей жатады, или баласы бір бәле, или өзінде денсаулығы бір бәле, әйтеуір бірдемесі дұрыс емес те. Ал енді мына жақта тағы бір адамды білесіз. Ол өзінің дегеніне жету үшін адам өлтіруге де дайын, ұрлық жасауға да дайын. Хоть каким путем, любым путем өзінің арманына жету керек та, любым путем. Бірақ сол адамға қарайсыз, ол ештемені бүлдіріп жүрмін деп тіпті айтпайды да. Не только мойындау, айтпайды да. Бірақ қарап отырсаңыз, соның ағайының барлығы дөңгеленіп жақсы болып жатады да, жақсы болып жатыр. Неге? Неге? Вроде анау адам бар ғой, ол Алла деп жатыр да. Ешқандай қиянат жасап отырған жоқ. А мынау адам, қараңыздар, на все готов да. Любой нәрсеге дайын да. Өзінікін тартып алу үшін барлығына дайын. Не, құпия қайда тұр, Құпия қайда тұр. Себебі мынау адам, мынау екінші адам. Алла кешірімді дегенді басқаша түсінген. Қараңыздар. Алла кешірімді дегенді басқаша түсінген. Өткенде мен сіздерге бір мысал келтіріп едім ғой. Бір қыз хабарласты, солай семьясы бар жігітпен жүріп жүрмін. Сол кезде сондай айтты деп айтты деп мен деп айттым деп айтып едім ғой, естіңіздер ме? Себебі мынау адамның назары басқа болып тұр да. Мынау адам, мына екінші адам назары, назарды дұрыс ұстап тұр. Назарды төменгі вибрацияға түсірмей тұр. Мынау екінші адам. Назарын түсірмейді, төменгі вибрацияға түсірмейді. А мына бірінші адам ше. Бірінші адамның назары төменгі вибрацияда болып тұр. Міне, разница сол. Түсіндіңіздер ме? Мынау назары төменгі вибрацияда болып тұр. Енді қараңыздар. Сонда, осы жерде мынадай сұрақ туылмаса да, кейбір адамдарда мынадай ой болып қалуы мүмкін. Сонда армандарымыз, мақсаттарымыз орындалу үшін ештемеге қарамай, адам өлтіру керек болса, адам өлтіру керек па? Деп ойланып қалуларыңыз мүмкін. Жоқ, олай емес. Адал жолмен де, дұрыс жолмен де бай болуға болады. Түсіндіңіздер ғой? Адал жолмен де, дұрыс жолмен де, яғни ешкімге қиянат жасамай-ақ, адамдарға қиянат жасамай-ақ, ештеңені ұрламай-ақ, адамды өлтірмей-ақ, біреудің семьясын айырмай-ақ, біреудің баласын жылатпай-ақ баюға болады. Қалай? Назарды дұрыстау керек. Болды. Екі жақта да назар. Түсіндіңіз ғой? Екі жақта да назар. Болды. Внимание, фокус дұрыстау керек. Болды. Дальше. Бір былай жолға түсіп алсаңыз, оны траектория дейді, физикада траектория дейді. Бір жолға түсіп алсаңыз, болды, ары қарай тарта бересіз. Просто назарды дұрыс ұстайсыз, траекторияға түсіп аласыз, тарта бересіз. Все. Әрине, былай қарап тұрсаңыздар, негізі бұны ғылымда өте оңай-ақ түсіндіре салады да. Бірақ адамдардың өміріне келген кезде неге көп адамдар қиналып қала береді? Енді осы жерде мұқият тыңдаңыздар. Себебі біздің ДНК-мызда
келе жатырған бағдарламалар бар да. Түсіндіңіздер ғой? Бағдарламалар бар. Біздің ДНК-мызда келе жатырған сол бағдарламаларды бұзып шығу, ол қиындау. Қиын деген жоқпын. Қиындау. Ол үшін не керек? Дисциплина керек. Тәртіп. Всегда айтам. Тәртіпті болыңдар деймін да. Тәртіпті болыңдар. Болды. Негізі қарап отырсаңыздар бар ғой. Өздеріңізде білесіздер. Бір адамдар бар. Қандай? Түк дауысы жоқ. Бірақ сахнада өлең айтып жүрді. Фонограммамен жазып алған, кәдімгідей өлең айтып жүрді. Бәленбай подписчиктері бар. Ал енді мен бір әншілерді білем. Дауысы деген бар ғой, мә ғой енді. Өліп тұр да. Бірақ ол кісілер анадай танымал емес та. Сонда бүйтіп ойланып отырасың да, сонда қалай болып тұр деп. Сонда қарап отырсаңыздар, адамның ДНК-сында енді білмеймін, жай примерно айта салайын, енді мен қанша процент екен адам білмейді, жай примерно айта салайын. 10% дей салайын, 10% табиғи дарындылық болса, 10% мысалы былай дейді. Оның әкесі де әнші ғой, атасы да әнші ғой, шешесі де әнші ғой, анада барлығы әнші да, түгел әнші. Сонда айтады, мынау сенің қаныңда бар әнші дейді. Сонда айтады, жай 10% дейге. 10% әншілік қанында бар, бірақ 90% еңбек, жағда 90% дисциплина, тәртіп, еңбек болып тұр да. Если ол адам осы 90% істемесе, қараңыздар, уақытымен жаңа тәртіп пен дисциплина екеуін бірдейін, тәртіпке бағынбаса, дисциплина болмаса, еңбектенбесе, мен табиғи дарынмын деп жата берсе, жоқ, одан ештеңе шешпейді. Себебі 10% қой дарындылық, 10%. Жағдағы 90% тәртіппен еңбек беп тұр ғой. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан да мына жақтағы дауысы жоқ әнші фонограммасын жазып алса да, сахнада жүр, ол еңбектеніп тұр. Түсіндіңіздер ме? Ол 90% еңбектеніп жатыр. Немесе әрекет етіп жатыр дейін да, әрекет етіп жатыр. Енді осыдан кейін келіп бар, мен мынау әншіні жаман деп айтам ба? Жоқ, мен айтпаймын жаман деп. Мына бірінші әншіні жақсы деп айтам ба? Жоқ, оны да жақсы деп айтпаймын. Неге? Себебі ол өзінің нанын жеп жүр. Мынау өзінің нанын жеп жүр. Мен өзімнің нанымды жеп жүрмін. Әр адам өзінің нанын жейді негізі. Түсіндіңіздер ғой? Алла әділ ғой. Енді кейбір адамның маңдайын туғанда жазылады дейді ғой, қайтатын уақыты жазылады дейді, туатын уақыты жазылады дейді, қайтатын сәті. Енді может быть, енді білмеймін ғой, Алла өзіне қалай қайтарады, оны Алла өзі ғана біледі. Алла өзі біледі, қалай қайтарады. Солай? Түсіндіңіз ғой? Солай, сондықтан да тәртіп. Бауыржан Момышұлы айтпай ма, тәртіпке бағынған ел құл болмайды дейді. Тәртіпке бағынған ел құл болмас дейді. Солай. Бай болуға қорықпаңыздар. Бай болуға. Ақшадан қорықпаңыздар. Немене қорқасыздар? Наоборот, жақсы өмір сүруге ұмтылу керек. Әдемі өмір сүруге ұмтылу керек. Форчикадан береді Алла деп жата бермеңіздер, олай болмайды. Алла береді форчикадан, бірақ қандай күйде жатып қаласыз. Сол қауіпті да, ауырып жатып қалсаңыз, форчиканы әкеп береді. И что толку? Ондай байлықтың қажеті қанша? Шапқылап жүріп, жүгіріп жүріп, секіріп жүріп, ойнап жүріп, саяхаттап жүріп, сөйтіп жүріп, байлықтың қызығын көру керек. Вот солай. Түсіндіңіздер ғой? Вот солай. Апай, маткамен қалай келісу керек? Тоже сондай жағдай дейді. Матрицаның қалай шығуын сүреміз, бәрі матрицамен жүретін сияқты дейді. Мынау былай ғой.
матрица негізі бүкіл ғалам матрица, немесе голограмма. Мен жаңағының өзінде де сіздерге матрица айтып отырмын да. Матрицаны айтып отырмын. Осы мен мында не айтып отырмын? Матрицаны айтып отырмын негізі. Неге себебі қараңыздар, жаңағы мысалы ұрлық қылса да, елді ренжітсе де, әйтсе де, бүйтсе де, спокойно басын ауыртпайды да мынау адам деп жатырмын. Жай бір адам мысалы жатырмын енді. Жай примерно айтып жатырмын. Ештемеге басын ауыртпайды, өзін кінәлімін деп ойымда ойлап отқан жоқ та. Не только мойындау, не только ана өзін-өзі кінәлау жоқ. Түсіндіңіздер ме? Енді мынау адам жүр, ештеңе ұрлаған жоқ, ешкімді ренжіткен жоқ, қарыз алған жоқ, не только қайтармай қою, қарыз алуға да қорқады да. Бірақ болмай тұрды. Вот матрицалар ғой. Матрицалар. Негізі әлемде матрица көп. Өте көп. Мен соның ішінде қазіргі мынау глобальный деп айтам, постоянно. Глобальная матрица ол медицина және образование. Өте мықты матрица. Глобальная матрица. Енді оны былай кейбір адамдар ыршып, одан секіріп шығады. Мысалы, аквариумның ішіне балық салып қойған кезде, ол аквариумның ішіндегі балықтың бәрі секіріп шықпайды. Біреуі секіреді, обязательно секіреді. Біздің Мансұрдың балықтары бар ғой. Шошаң етіп, әлгі балықтар түнде ұйықтап жатырғанда секіріп, кейбір балықтар сөйтіп өліп қалады. Мен айтамын, ой, шошаңдағы неме деп ұрсамыз енді бар ғой. Түнде секіріп кетеді, біз бақыламай қаламыз, ұйықтап жатқан кезде секіріп кетеді ғой. Күндіз секіріп кетсе, сразу ұстап алып, апарып, қайтадан аквариумға салып қоямыз. Шошаңдап деп. Вот точно так же. Тура сол сияқты. Ананың ішінде қалған балықтар, мен білмеймін, балықтар ойлайды, ойламайды, мен білмеймін оны. Оны Алла біледі, білмеймін. Бірақ кейде болады, кейбір балықтар секіріп шығады, аквариумда секіріп шығып кетеді сыртқа. Сенесіздер ме? Кәдімгідей секіріп шығады. Тура сол сияқты. Мынау адамдарда сондай матрицалардан секіреді, бірақ бүкіл адам секіреді. Жоқ, это невозможно. Ішінен бір адам жүк, тағы бір адам жүк, секіріп шығады. Оны мен жоқ деп айтпаймын. Секіре алады. Ал бүкіл адам секіріп шығады? Жоқ. Шыға алмайды олар. Түсіндіңіздер? Солай. Сондықтан да негізі адам өзімен жұмыс жасау керек. Прям өзімен жұмыс жасау керек. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Көп адамдар назарын дұрыс ұстай алмайды. Барлық содан болып тұр. Назарын ұстай алмайды. Ал назар ол сіздің энергияңыз. Түсіндіңіздер ме? Назар ол сіздің энергияңыз. Солай. Сондықтан да кез келген нәрсеге абай болу керек. Сол. Қазақстанның жағдайы қалай болады? Бұл сұрақтың жауабын білемін мен. Бірақ айтсам больно болады, ол жүрекке тиіп қалады. Шулай. Қарыз кредиттен қалай шықсам болады дейді. Қараңыз, вот сол қарызды, сол кредитті не үшін алдыңыз? Осы сұрақты өзіңізге қойыңызшы. Қарыз кредитті не үшін алып едіңіз? Қандай жағдайға алып едіңіз? Ерігіп алмайды ғой адам қарызды. Мен өзім солай ойлаймын, ерігіп алмайды. Ешкімді бірдемеге керек болды. Сол қарыз бен кредитке рахмет айта бастаңыз. Рахмет айтыңыз. Түсіндіңіз ғой? Прямо рахмет айтыңыз. Балам үйленген, тем более.
Рахмет айтыңыз. Сіз рахмет айта бастаған кезде, сіз әлгі қарызбен кредит емес, оны берешек деген бағдарламаға ауыстырасыз. Қарыз деген ол басқаша жұмыс жасайды. Қарыз, кредит екеуі бір вибрацияда. Ал берешек ол басқа вибрацияда. Түсіндіңіздер ғой? Вот балаңыз үйленіпті, тем более. Сіз когда сол алған қарыз бен кредитіңізға рахмет айта бастаған кезде, сіз оны берешек деген бағдарламаға аударасыз. Берешек деген. Когда берешек деген бағдарламаға ауысып кеткен кезде, сіз оны оп-оңай жаба саласыз. Болды. Оп-оңай жабылады. Ипотекаға да тура солай. Ипотекаға үй алдыңыз ғой, е? Ипотекаға үй алдыңыз. Тоже рахмет айта бастаңыз. Үйіңіз, сол ипотекаға үй алдыңыз ғой. Үй, жер, мен білмеймін. Рахмет айтыңыз. Рахмет. Осы үйге рахмет. Осы үйді алып алғаныма рахмет. Сондайлық ақшаны арендада тұрсам басқа біреуге де беріп тастар едім ғой. Қайда Аллаға шүкір, өзіміздің үйімізді өтеп жатырмыз, рахмет. Тағы немене деп. Өшім рахмет айта бастау керек. Рахмет айта бастайсыз, сол кезде сізде берешекке ауысады ол. Берешек деген бағдарламаға ауысады. Берешек деген бағдарламаның вибрациясы басқа. Түсіндіңіздер ғой? Басқа. Вот солай. Медитация туралы ойыңыз қалай дейді. Медитация туралы ойым жақсы. Келдің ба? Жақсы. Медитация туралы ойым жақсы, бірақ бір нәрсе естеріңізде болсын. Медитацияны жасайтын сіздің денеңіз болғандықтан да, сіз денеге бағдарламаны дұрыс бермесеңіз, сіз ол медитацияда 1 сағат отырсаңыз да, бір жеріңіз ойылып қалса да, одан пайда жоқ. Одан пайда жоқ. Медитацияның түпкі мақсатын білуіңіз керек. Мен медитация деген түпкі мақсатын түсініп алдым да, мен медитация жасамаймын. Ол деген сөз сіздерге жасамаңдар деген сөз емес, олай емес. Мен өзім жасамаймын. Себебі мақсатты түсініп қалдым, болды. Любой адам түсініп қалса болды. Түсініп қалса кете береді, дальше кете береді. Квантовый скачок дейді ғой. Негізі оны физиктер квантовый переход дейді. Физиктер квантовый переход дейді. Вот солай. Түсініп қалсаңыз болды. Түсініп қалсаң, ой дейсіз да. Ой, тәйір осы екен ғой дейсіз. Болды, тата бересіз. Бірақ медитация жасаңыздар. Мен жасамаңыздар деп ешкімге айтпаймын. Мен өзім жасамаймын просто. Солай, өзім жасамаймын. Вот енді сізге кім жасады еді медитацияны? Сол адамнан сұрауыңыз керек. Менен емес. Ол сұрақтың жауабын мен айтпаймын. Так, матрица тыңдап жүруге бола ма деді. Смотря кімнің матрицасы. Если Гараевтың матрицасы деп ойласаңыз, ютубта жоқ. Ютубта Гараевтың матрицалары салынбаған. Сондықтан конкретно білуіңіз керек. Ол матрица точно сондай вибрацияда ма екен? Әлде қазір елдер просмотр үшін неше түрлі сала береді. Ол өтірік емес. Оттап сала береді. Бәленбай вибрация, түгенбай вибрация оттап сала береді қазір. Конкретно білуіңіз керек та. Енді ол врачқа барыңыздар, мен дәрігер емеспін ғой. Гормональный сбой дейді, басым ауырады дейді, тағы немене, тізем сырқырайды. Дәрігерге барыңыздар, ол мен дәрігер емеспін ғой. Мен дәрігер емеспін. Врачқа барыңыздар. Сосын врачтар қандай жаңа лечение береді, соны жасаңыздар. Укол сал десе укол салдырдыңыздар, дәрі іш десе дәрі ішіңіздер. Түсіндіңіздер ғой? Анау ауруды асқынтып алмау керек. Если сіздердің денелеріңізге өтті ме, ол әуелде сіздің ойыңызда болды, уже денеге өтіп кетті ме, плотный энергия өтіп кетті ме, уже оған ол үшін дәрігерге баруыңыз керек болады уже. Түсіндіңіздер ғой? Енді түсініп жатсыздар ма? Вот солай. Рахмет. Рахмет.
омыртқа ауырады дейді. Больницаға барыңыздар, дәрігерге барыңыздар. Қазір анау МРТ деген бар, КТ дегендер бар ғой. Қазір медицина деген дамыған ғой. Дамыған ғой медицина. Барып, врачтарға қаралыңыздар. Сырғам әдемі, е? Сырғам да әдемі? Мынаны қараңыздар сен. Осылар қашан еді модаға шыққаны? Қай бір жыл еді? Қашан шықты осылар? Сол жылы келген дүние ғой. Әдемі. Мындай бар, әдемі. Өте әдемі. Солай. Ал жақсы. Сау болыңыздар. Біраз сөйледім енді. Кеше ғана көтім бірсе деген. Кім жазып отырған? Қай күн еді? Кеше ме, алдың күні ме? Эфирге шыққан. Сол ютубқа салынбады, а? Дұға кітапшадағы ауруға оқитын дұғаны адам өзіне оқуға бола ма? Конечно, болады. Болады. Рахмет, көктемнің гүлі болып отырсыз. Ой, рахмет. Былай ғой, дұға, кітапша, магнит, айна жұмыс жасайды. Жұмыс жасайды. Негізі адамдар андай слишком күрделендіріп өздері қиындатып жүрген ғой. А мен андай қиын деген нәрсені мен терпеть не могу. Мен, ол может быть, ол менің физиктігімнен емес те шығар, может быть. Одан да емес шығар. Мен өз бала кезімнен сондаймын да, кішкене бір андай. Ұнатпаймын андай қиындатқан нәрсе деген ұнатпаймын мен. Түсіндіңіздер ме? Ұнатпаймын. Андай секіре салып, мен бұны бүйті қоса салуға болады да. Кесінді. Орын ауыстыру. Аны бұға прямой сызықпен қоса салуға болады да. Он зачем қисайтып, 40 жыл айналып жүресіз? Прямой түсе салу керек қой. Квантовый переход түсе салу керек. Сондықтан да мен дұға кітапшамен магнит айтам жұмыс жасайды. Қызық енді, қызық. Өзімді таң қалам. Өзімді дұға кітапшамен магнит айнама қарап таң қалам. Қалай деп. Жұмыс жасайды. Дұға кітапша мощный, енді керемет деді. Ой, рахмет. Жұмыс жасайды. Ал әйел әлемі ол таза әңгімелер ғой. Ол әңгімелер. Менің әйел әлемімдегі көршінің өзі, көрші деген әңгімені оқысаңыз ақ, сіздің миыңыз деген бомба болады. Кәдімгідей бомба болады. Мә дейсіздер. Оказывается, осылай сибирге болады екен ғой дейсіздер да. Негізі солай, шынымен де солай негізі. Мына әлем солай, бүкіл әлем солай. Әлемде логика жоқ қой. Сіз қайда қарайсыз, бүкіл сол жаққа ауысып кетеді. Сіз қайда қарайсыз, бүкіл сол жаққа ауысып кетеді. Бүкіл әлем солай болып тұр. Сіз анда қарадыңыз ба, бүкіл назарыңыз ан жаққа кетті. Мына жаққа бұрдыңыз ба, ан жақтан келіп мына жаққа кетіп қалды. Осылай жүр ғой. Болды. Әне жазып жатыр, рас солай болды. Көршіні оқып, солай миым бомба болды. Рас деймін. Көрші деген енді басқа әңгімені айтпай-ақ қой. Ана секіру деген енді вообще. Секіру деген, сіз когда секіруді оқыған кезде, сіздің өміріңізде болып жатырған сіздің проблемаңыз оттап қалады. Рас айтам, оттап қалады, оттап. Сіз ана секіруді оқысаңыз, ана қыз қайдан секіріп шыққанын көрсеңіз, оқысаңыз, сіздің өміріңізде болып жатқан проблемаға жаным айналайын, рахмет дейсіздер. Айналайын, қайта сен өстіп келгеніңе рахмет. Түсінесіздер. Себебі ол шынымен де секіру да. Шынымен де секіру ол.
Қызыл халатты қара жіппен тігіп алған керемет дейсіз бе? Иә, көршіде ғой, иә? Көршіде ғой. Иә. Біразға дейін миымнан шықпайды, иә? Сол кезде айтасыздар, мә дейсіздер. Анау қыз андай нәрседен секіріп шыққан кезде, мен қалай мынадан шыға алмаймын деген сіздерде уже ой келеді. Тіпті ұят дейсіздер да. Ұят, мен мынадан шыға алмауым ұят, ұят. Мен мынау қарызды төлей алмауым ұят уже. Мен мынау кредитті төлей алмауым ұят, ол ұят. Прям сіздерге сондай түсінік келеді. Ол секіруден кейін келеді. Секіруді оқисыз, сол кезде сізге сондай ой келеді. Мә дейсіздер. Мынау қыз дейсіздер. Тырнақтай ғана қыз. Тырнақтай қыз. Мынадан секіріп шыққан кезде менің кредитім деген ойбай дейсіздер. Осында жырғыппын ғой, осында әңгіме қылып дейсіздер. Прямо ұялып кетесіз, үй алып. Осы уақытқа дейін өзіңізді қинап келесіз ғой. Төлей алмай жатырмын деп. Жоқ. Сіз ана секіруді оқығаннан кейін сіз өзіңіз мотивация бересіз. Ей, жаным, осы кредитті де әңгіме деп отырмыз ба? Анау тырнақтай қыз анадай қиындықтан шыққан кезде өзіңізді қайрайсыз. Адам өзін қайрау керек қой. Адам өзін қайрайды. Өзіңізді қайрайсыз, кәдімгідей қайрайсыз. Ана ел мақтады, елдің айтқаны ол, ладно, әсер етеді, ол бірақтандай временный гормональный не ғой ол? Временно гормональный всплеск деп атайды, иә, оны андай. Шук. Неге андай, мысалы, андай жаңағы андай семинарлар, нелер өткізген кезде, мысалы, өздеріңіз барған шығарсыздар, қатысқан шығарсыздар, сол кезде барған кезде, сол семинардан шыққаннан кейін осы тау қопаратындай болып шығасыздар ғой бәріңіз. Осы тау қопаратындай, осы қайтадан Астананы осы тап бүгін қырып тастап, өзіңіз қайтадан тұрғызып тастайтындай, сондай шығасыздар ғой, сонда ой деп, алдыңыздан келгеннің бәрі деп осылай шығасыз. Бірақ 5-6 күннен кейін ана жел шығып кеткен шарқы соп қайтадан деп қаласыздар. Не себептен? Неге, а? Себебі ана жақтағы анау андай гормональный немен, бәрі мотивация, давай деп ересіз да, деп. Сосын 5-6 күннен кейін қайтадан деп орныңызға келесіз да, қайтадан орныңызға келесіз. Олай емес, адам өзін қайрау керек. Өзін қайрау керек. Адам өзін қайраған кезде ғана шабат. Рас деймін. Күліп атсыздар ғой. Білесіздер мен қалай сөйлейтінімді. Түсіндіңіздер? Шындаймын, шын өтірік деңіздер, мен өшетін жаба салайын. Рас қой ол. Рас деймін. Өздерің сондай курсқа нелерге бардыңыздар ғой, сол кезде ойбай. Тіпті рас айтамын деп, қала салатындай осы. Бүйтіп, үрленіп, бүйтіп шығасыздар ғой, өздеріңіздің киімдеріңізде өздеріңіз сыймай, бүйтіп қаласыздар, осылай шығасыздар да. Бірақ 5-6 күннен кейін, әрі кетсе бір 10 күннен кейін, жоқ, бар жоқ. Қайда кетіп қалды? Ол уақытша ғой, уақытша. Уақытша анжақтан сеп, анжақтан тілеге етеді, жан-жақтан мына денеге ақпаратта ұрып атыр ғой, жан-жақтан ұратыр. Үрленеді. Деп үрленеді. Сосын 10 күнге дейін ұстап тұр. Сосын иә, ұшатын сияқты. Иә. Адам өзін қайрау керек. Мен күлдіртем адамдарды. Түсіндіңіздер ғой? Өзіңізді қайраңыз. Прямо адам өзін қайрау керек, болмайды ол. Ана біреу, ана айтады ғой не деп, өткенде бір келіншекпен Астанада кездесіп қалдым. Менің оқырманым екен. Бір жанып тұрған келіншек екен, жап-жас. Анадай жақтан танып қалды. Мен за рулемге атқам. Магазинге соққан бой, машинамен соқсам, әлгі келіншек танып қалды. Мен жүгіріп кеп, сіз Гүлнара Жукинасыз ғой, мен оқырманыммын. Ой, жаным-ау сол деп. Оқырмандар кеп амандасып жатырған кезде мен өзім ырза болып қалам. Рас айтам, өзім қуанып қалам мен. Енді мен ел үшін жауап бермеймін, ел білмеймін, елдің бәрі қуанады шығар. Негізі жақсы ғой ол. Мен сізді танимын, сіз Гүлнара Жукинасыз ғой деп кеп амандасып жатқан кезде приятно ғой ол.
білмеймін, енді өзіме приятно. Соны жаңа келіншекпен сөйлестім енді. Ой, сіздің уақытыңыз бар ма деп қояды да. Мен айтамын, конечно бар деймін да. Уақыт менікі ғой, өзім реттей саламын ғой деймін да. Деп өзі күліп жатыр. Сосын мен бір жерге баратсыз ба деп айтамын. Иә, бір жерге баратырмын негізі. Кешігіп қалмайсыз ба дейді. Жоқ, кешікпеймін, неге кешігемін деймін да. Уақыт сығылады, созылады ғой деймін да. Мә, шынымен де солай ма дейді. Сонымен біраз сөйлесті жаңа келіншек. Сонда бүйдейді. Күйеуім ренжи береді, тәтем маған дейді. Мен айтамын, не деп ренжиді саған десем. Не бала таппадың ба десем, жоқ, 2 бала тудым тәте дейді. Өзі әп-әдемі келіншек екен. Мен айтамын, не болып тұр, неге күйеуің ренжи береді десем, күйеуім айтады, маған мотивация бермейсің сен, жұрттың қатындары сияқты, сенің қолынан келеді деп айтпайсың сен дейді. Мен айтамын, сен айтасың ба десем, айтып жатырмын ғой тәте, айтып жатырмын ғой дейді. Ондай болса сен күйеуің оттаған дедім. Неге дейді да? Істеймін деген адам қарамайды, ол еркек деген қатыннан мотивация күту деген ол еркек, ез болды. Қатыны мотивация бермей жатыр, сосын істемей жатырмын. Ол болды. Онда еркектерді деу керек. Ал нағыз ер мінезді еркектер қатыннан да күтпейді мотивацияны, баладан да күтпейді мотивацияны, ешкімнен күтпейді мотивацияны. Өзін өзі қайрайды да алда қарайды, тарта береді, болды. Мен қайратқа вообще мотивация айтпаймын. Ал, істейсіздер. Вообще айтпаймын. Қайрат қайда бірдемесі дұрыс болмай қатса, ұрсам мен. Ал керек десеңіздер. Соны немене дұрыстап жасамайсың деп ал керек десеңіздер. Ал сенбесеңіздер қайраттан сұраңыздар. Гүлнар сізге мотивация айта ма деп. Айтпаймын. Менің інілерім, келіндерім барлығы біледі. Айтпаймын мен мотивация. Қайрат сенің қолынан келеді. Қашан айтамын мен оған? Бір күн айттым, 2 күн айттым. Жаным-ау, істейтін адам істейді, маған қарамайды ол. Өтірік оның барлығы. Өтірік. Может быть, жарайды енді андай себепкер болатын шығар енді. Себепкер. Ол өтірік ол. Әне сылтау деп жазып отырмын. Сылтау болды. Сылтау. Түк істемеймін деген, істемеймін деген еркек барлығын жасады. Не сылтау керек енді? Әйелдігін әлеу керек қой. Сен мотивация бермей жатсың маған деп. Енді мен сіздерге бір құпия айтайын. Анау мотивация беріп жатырмын, күйеуіме мотивация беріп жатырмын деп жүреді ғой. Енді әлеуметтік желілерде де көп әйелдер жүр ғой солар. Мен соның бір құпиясын айтайын. Сол әйелдер негізі өздерінің күйеулерін өздері сүйреп жүрген әйелдер, просто бірақ көпшілікке айтпайды оны. Айтпайды көпшілікке. Негізі сол әйелдер өздері сүйреп келе жатыр да күйеуді. Өздері сүйреп келе жатыр. Бірақ айтпайды көпшілікке. Мына жақтағы байғұс келіншектер не дейді? Келіншектер ананың күйеуі, анау әйелдің бүкіл жағдайын жасап қойыпты деп, мына жақта қиналып отыр. Самом деле олай емес деймін. Олай емес. Анау әйелдер өздері сүйреп келе жатыр ана күйеуді. Бірақ өтірік мына жақта бүйтірік айтып жатыр. Жоқ, олай емес. Өздері сүйреп келе жатыр. Өтірік десеңіздер, өтірік деп жазыңыздар, мен жарайды саламын. Бірақ шындық сол. Өздері күйеулерін өздері сүйреп келе жатыр. Ал өзі жүрем деген еркек, ол әйелдің күтпейді деймін мотивацияны. Күтпейді. Өзі жасай береді. Ол әйелден жақсы сөз де күтпейді. Почему? Потому что они сами кайфуют. Одан өздері жасағанына өздері кайфуют. Сол еркектер өздері кайфовать етеді. Мен мысалы оқиым, білем. Мен мынау эфирге шығу, мен кайф ловить етем, кайфую я. Әңгіме айтқан кезде, бірде мен түсіндірген кезде кайфую. Мен осыдан кайфовать етем да. Түсіндіңіздер ғой? Қайрат өзі бірдемені істейді, өзі содан кайфовать етеді ол, болды. Адам өзі содан кайфовать ету керек. Мен Қайратқа мотивация, Қайрат, сен молодецсің, молодец. Айтпаймын мен. Айтқан да емеспін. Балам еді. Жарайды, Мансұрға айтайын мен. Жарайды, Мансұрға айтайын енді, Мансұр, давай, молодецсің, сенің қолынан келеді. Сенің ДНК-ңда бар, сенің бүкіл аталарың барлығы музыканттар, сенің ДНК-ңда бар, давай, деп. Қайрат, Мансұрға айтармын. Мансұрға. Айконға да айтармын, Аяжанға да айтармын, мысалы. Сенің күшің саусақтарыңда, себебі сенің ДНК-ңда музыканттар, сенің 2 қолың қатар жұмыс жасайды. Сондықтан да сенен мықты стоматолог шығады деп, может, қызыма айтармын, да? Қызыма. Үлкен балама да айтармын. Бірақ енді үлкен балама уже айтпаймын, үлкен азамат қой, жігіт қой, айтпаймын қазір. Қайратқа вообще етпеймін. Вообще етпеймін. Адам
өзінің жасап жүрген ісінен өзі ләззат алу керек. Біреуден күтпеу керек. Никогда күтпеу керек. Менің әйелім қашан айтса екен, қатыным қашан айтса екен деп отырып, ол сідігі сарғайып қартаяды ғой, ол қашан отырады ол. Рас қой ол. Одан да жасап жаса, оппана мен мынаны жаса, оппана мен мынаны жасадым, өзімен өзі кайфлап ету керек қой адам деген. Болды. Солай. Қатырасы дейсіз бе? Солай енді қатырсам да қатыр. Әртіс дейді, ой жаным, сол әртіс екен сол дейді. Күшті ойнап беріп жатырмын ба? Енді қайтейін енді, оқырмандарыма түсінік басыншы деймін де, бірдеме болса да. Түсінік басыншы деп. Шынымен солай ғой ол. Рас қой, өтірік емес ол. Рас, просто айтпайды, мына жақта айтпайды. Білмейсіздер ғой сіздер. Енді мен деген уже былай танымал адамдардың қатарындамын ғой. Мен біраз нәрсені біліп қалғам. Мына қазір мынау әлеуметтік желіде жүрген танымал адамдардың біразын танимын мен. Біразын танимын. Білем. Білем. Солай. Сондықтан да алданбаңыздар. Алданбаңыздар. Ол анау жасайым деген еркек, жасайым деген әйел ешкімнен мотивация күтпейді. Әйел күйеуден күтпейді, күйеу әйелден күтпейді. Анау маған мотивация айтпадың, айтпедің, бүйтіп жүргендер, олар оттап жүргендер ғой. Может быть, себепкер болатын шығар енді мотивация. Мен вообще ондай жоққа шығарғым келіп тұрған жоқ, олай емес. Жоқ, жаңа келіншектің несіне қарай айтып жатырғаным ғой. Сөйдейді да маған. Жаңа келіншек қой, мен әңгімелесіп, содан шығып кетіп жатыр бәрі. Әйтпесе мен айтпаймын ғой бұны. Содан шығып жатыр ғой. Маған ренжи береді деп мен ренжи берсін. Ол саған ренжіп жүрген жоқ ол дедім. Неге дейді да, оның өзіне айтып бердім қайда жатқан. Деп қояды. Саған ренжіп жүрген жоқ, сен қатысың жоқ. Не істеймін деді, жатсын дедім. Әбден жатсын. Жамбасы жауыр болғанша дедім ғой. Жамбасы жауыр болғанша жатсын. Мен не істеймін, сен не істей аласың десе, ол андай моншақтармен андай нелерді нетеді екен. Не дейді? Біздің Мансұрда жақсы көреді сондайды. Істейді Мансұр, аты не? Бисер. Анда моншақтарды бүйтіп дізеді. Біз Мансұр күшті істейді сондайларды. Жақсы дейді. Мансұр жақсы көреді ондайларды. Жасайды. Сондаймен айналысам дейді да, сондайды істеймін дейді. Ей, соны істе дедім. Сосын не істеймін? Соны істеші дедім. Соны жасашы. Соны жаса. Сол сенің энергияңды көтереді. Дальше өзің бақылайсың. Сен өзің нені жақсы көріп жасайсың, соны просто жасау керек. Бисер. Сондай бисермен, сондай бірдемелер тоқиым дейді. Жақсы тоқиым, сондай жақсы көрем дейді. Болды, соны жаса деді. Солай. Әйтпесе анау, мен андай, білем, что әйелдің өсуіне күйеу әсер етеді, күйеудің өсуіне әйел әсер етеді. Білем мен енді, ол солай ғой енді. Бірақ деген нәрсе бар да. Анау менің әйелім маған мотивация атпай жатыр, сосын барып мен көтеріле алмай жатырмын. Немесе менің күйеуім маған мотивация айтпай жатыр, сондықтан да мен көтеріле алмай жатырмын деген. Вот сол өтірік. Түсіндіңіздер ғой? Вот сол өтірік. Сондай нәрсе. Вот, әнеке, қараңыз, мен де көрпе тігіп, құрап жатырмын, арқам жеңілдеп күшті болып, молодец. Мен осыны бар ғой сіздерден баяғыда айттым. Нені жақсы көріп жасайсыздар, соны жасай беріңіздерші дедім. Мені естіңіздер сіздер. Сол кезде сіздің энергияңыз көтеріледі. Түсіндіңіз ба? Сол кезде энергиясы көтеріледі. Ана суть дейді, суть в чем дейді, орысша айтады. Қазақша айтқан кезде түйін қай жерде тұр? Вот түйін сол энергияны көтеруде болып тұр да. Түйін энергияны көтеруде. Мына қараңыздарса, мен сіздерге бір қыз айтайын. Жаңа Қайраткел жаңа, енді қараңыздар. Мынадай нәрсе бар. Мен қазір ана киімдерді үтіктеуім керек та.
киімдерді үтіктеуім керек. Енді мен бірдеме айтайын. Ең жек көретін нәрсем үтіктеу. Киім үтіктеу ең жек көрем. Жаманды жек көрем. Сондықтан да киім алған кезде үтіктелмейтін киімдер алуға тырысам да, мысалы мынада сияқты, мынау мақпал осындай. Енді бұл деген сөз енді бәріңіз осындай көйлек киіп кетіңіздер деген сөз емес, олай емес. Мынау рахат та, үтіктемейсің да. Бір жаққа тойға, бір жаққа барған кезде де чемоданның алдасында сілкіп кие саласың. Негізі осындай нәрселер жақсы көремін мен. Бірақ енді заттарды үтіктеу керек. Киімді, андай футболка, төсек орын бәрін үтіктейсің ғой. Содан жаңа киімдерді кіргізіп қойдым, енді оны үтіктеу керек. Енді дальше тыңдаңыздар, соны үтіктеуге ананы от души отырып үтіктеу үшін мен жақта сөйлеп отырмын. Неге? Мен энергиямды көтеріп отырмын. Әйтпесе мен үтіктемеймін ананы. Рас айтамын, үтіктемеймін. Точно кешке дейін Айкөнді күтеді. Кешке Айко келеді сабақтан, сосын Айконға айтып, Айко ана киімдерді үтіктеші деймін. Сосын үтіктейді ол бала. Түсіндіңіздер ғой. Мен оған өзім қызымнан нетіп отырмын, ұялып отырмын. Сабағы қиын ғой, медицинаның қиын ғой сабағы. Мен қызым өсі тырнақтай ғана, нәзік, кішкентай ғана. Сабағынан шашап келген кезде киім үтіктеп отырама. Қой одан да өзім үтіктеп тастайын деп. Соны ана киімді үтіктеу үшін мен мына жақта сіздерге әңгіме айтып, өзімнің энергиямды көтеріп отырмын. Түсіндіңіздер ме қалай жұмыс жасайды? Мен қазір спокойно барамын да, осы энергиямен ананы үтіктеп тастаймын. Болды. А если мен қазір эфирге шықпасам, мен аны точно үтіктемеймін. Білем ғой мен, үтіктемеймін, себебі мың сылтау табамын мен. Мың сылтау. Әбіт болып қапты ғой деймін, одан кейін қой, ойбай, бір жерге баруым керек тұғын бүгін. Ойбай, анда кетуім керек қойды, оған дайындалам. Болды, үтіктенбейді ғой. А қазір осы қалпымен ла-ла-ла-ла-ла деп жүріп үтіктей салам ғой. Түсіндіңіздер ме? Вот так. Вот солай. Айконға үтіктеген ұнайды екен дейсіз бе? Айконға үтіктейді. Үтіктейді? Андай не? Өзі үйді андай не ғой? Мен сұрамаппын сол. Өзім білдіріп қалдым ғой. Үтіктеген ұнай ма деп сұрамаппын қызымнан. Просто мен үтіктейді дегесін үтіктейді ғой енді. Сұрамаппындар. Үтіктеген ұнай ма деп. Маған ұнамайды әйтеуір, соны білемін, өзіме ұнамайды. Бірақ енді балалардың халаттарын үтіктеймін. Неден қашасыз, соған барасыз. Қызық. Қазір Аллаға шүкір, ақ халат жуам, ақ халат үтіктеймін. Енді ұлымдыкін жумаймын, ұлымдыкін ана поликлиникаларында өздерінде ана халаттарын тастап кетеді, сол жақта жуып қояды. Сол жақта өздерінің санитаркалары бар ма? Білмеймін әйтеуір. Ұлым халатын жуғызбайды маған. Айкөндікін жуам, Айкөннің халатын жуам. Солай. Әбден күлдік, рахмет дейсіздер ме? Қаншама адам отыр, қараңыздар сай. Негізі бар ғой. Негізі мен мына өмір қалай бар, сол қалпында айтып жүрмін, негізі. Бірақ мынадай нәрсе бар да. Осы өмірді қиындатып қойған адамдармен все равно кездесіп қаласың да. Бәріміз жер бетінде жүріп жатырық қой. Бірақ сол адамдардың энергиясы төмен болады да, ол тартып кетеді. Вот сол жаман да. Тартып кетеді, энергиясы төмен. Енді сен ондай жарайды, енді танымайтын адам болса жарайды қашасың. Ал туысың, туғаның болса, жақсы араласатын таныстарың болса, қашанғы қашасың? Сондықтан да мен осындай әңгімелерді айтамын. Неге? Себебі әйтеуір біреу болмаса біреу естіп қалар деген ой ғой менікі. Біреу болмаса біреу естіп қалар. Солай. Иә, біраз нәрсені ұқып қалдық дейсіздер ме? Мен негізі түсінікті қылып айтамын. Может быть, менің бойымдағы жақсы қасиетім де сол шығар. Мен жақсы түсіндіре аламын. Қалғанын білмеймін, қалғанын айтпай қойын. Жақсы түсіндіре аламын. Мен бойымдағы ең жақсы қасиетім сол. Енді адамда минуста толып атады, адамның плюстары да болады. Ничего страшного.
ештеңе етпейді. Құдай емеспіз ғой. Құдай емеспіз. Түсіндіңіздер ғой? Мына ма? Соткам несі? Ана соткам қызып барады, сыртын шешіп тастағам жаңа. Солай. Ал енді жаңа әйел әлемі дұға кітапша майда мына жерде сұрап отыр көп адамдар. 8-777 мә, нөмірін ұмытып қалдым ғой. Мына жерге сториске салып қоямын, инстаграмға сториске салып қоямын, нөмірін ұмытып қалдым ғой. 777 қой, қайта айтып қойып жүрермін, ұмытып қалдым. Ал жақсы. Адам өзінің өмірін сүре бастау керек. Адам өзінің өмірін сүре. Анау неде, әйел әлемінде ана өзгенің өмірі деген әңгімем бар ғой менің, өзгенің өмірі деген. Сол кезде ана егіз қыздардың біреуінің жаңағы күйеуі қайтып кеткен кезде ана қызға анаған қосамыз дейді. Сол кезде менің әңгімем сөйлемдерім естеріңізде ме? Әрине, өздерінің өмірі емес, өзгенің өмірі ғой деп жазам да. Вот соны кім көрді сол жерде, сол әңгімені кім көріп қалды? Анамыз екеуміз жаңағы бір ауылда күнде көріп жүрсек те арамыз алыс болыпты деймін. Сол жерде айтам ғой мен барлығын. Анау адамдар өзінің өмірі болмағасын айта береді да, деп. Жоқ, олай болмайды. Олай болмайды. Нау қалай бар сол қалпында айту керек. Пусть даже не болса да, ауыр болса да, шындықты айту керек. Шындықты. Вот ол осылай. Болды, осылай. Сол кезде ғана адам выход табады ғой. Ана секіруде мысалы, секіруде қараңыздаршы, ол қыз қалай шықты ана жерден? Қалай шықты? Соның барлығын, если, может быть, мен білмеймін енді, оның орнына басқа адам болса, может, шыға алмай қаламын. Мен білмеймін оны, білмеймін. Просто мен ол жерде бірақ адамның ғана тағдыр ғой жазылғаны. Білмеймін, бірақ шықты, бірақ шықты. Міне жазып отыр. 8-777-254-38-77 екен. Ой, рахмет. Аиба ма? Нұрай. Аиба ма? Нұрай. Рахмет. Міне жазып отыр. Я, қасымда болса да алыста болыппын дейді ғой. Я, мінеки. Я, қасымда болса да алыста болыппын дейді. Екеу жазады. Сол айтады ғой. Рахмет. Я, сол өмірді бір талай жыл жүріп өтті ғой дейді. Я. Бірақ қараңыздар, бірақ әйтеу баласының дені сау болды, қараңыздаршы қалай, Алла деген шебер ғой. Алла шебер. Ең бастысы баласының дені сау болды да. Дальше ары қарай кетті. Ана джиппен келе жатырған кезде де ана бидайлардың арасына барып жатып, шалқалап жатып, аспанға қарап жатқан кезде де мысалы қандай керемет да. Енді сол нелер ғана ғой, бірақ мен енді оның тағдырын керемет деп айтпаймын мен. Да и вообще андай мен жазып отырған адам болғандықтан мен оған андай салқын қарап отырамын да. Салқын қараймын. Ол қалай бар сол қалпында ғана ғой. Мысалы журналистер сияқты ғой. Журналистер мысалы адамдардан интервью алған кезде, вообще этикет, журналистердің этикеті. Мен журналист болмасам да білемін енді, оны журналистер өздері де біледі. Андай сұрақ жауап алып отырған кезде ол мына жақта да отырмау керек. Олай отыруға болмайды. Ананы қолдап кетуге, немесе мынаны жамандап кетуге, немесе екі адамды біріне-бірін айдап салып баба деп өтуге болмайды. Болмайды. Ол ана журналистік этикет деген бар, журналистік тәртіп деген бар, артистік этикет деген бар, артистік тәртіп деген бар. Өзі любой нәрседің тәртібі бар ғой. Солай ғой. Сондықтан да мен ол әңгімені жазғандықтан мен оны ананы керемет, мынаны керемет демеймін, олай емес. Просто анадан шықты деймін да, сол ғана болды. Анадан шықты, молодец деймін да. И все. Я баласын денсаулығы жақсы болды. Самый главный сол болды, Анадан 75% өтеді деген рас қой дейді. Я, не ғой? Енді әйелдің жатырында жатады ғой. Осы олар ғой, өткенде бар ғой.
көтені тырысты деген эфирді ютубке салыңызшы өтініш дейді. Құдай-ай, осы сол сөзге бола салмай қойғам ғой. Ертең елдер тесіп кете ме, мына Жухина не деп жүр деп тесіп кете ме деп соған бола салмай қойғам ғой. Оны сіздер сұрап отырсыздар ма? Яғни просто немен отырамын да, сонда айтып қала беремін да, бақыламай отырып. Ой, бірдеме айтайын деп отырмын ғой, және айтып отырмын. Ой, бірдеме айтайын деп отырмын, кетіп қалды ғой. Ой, жаңа бірдеме айтам деп отыр едім, ұмытып қалдым. Анасы маткасы туралы дұрыс саған. Былай ғой, мысалы, кешеме бір кітап оқып жатырмын. Сол кітапта мынадай деп жазылады. Қызық вообще ғой. Мен ана сұрақтардың жауаптарын кітаптан или кинодан, кітаптан оқып қоям, или кинодан көріп қалам, или көшеден оқып қоям, сөйтем да, ана сұрақтардың жауапты сұрақ қоям. Елді мазаламаймын мен. Жаңағыдей бір жерден оқып қалам, аннан бір жақтан көріп қалам, нетіп қалам. Сонда жаңа мен оқып жатқан кітапта былай деп жазылыпты. Дейді, әкесі дейді, әкесі баласының орысша жазылған, мен қазақша аударайын. Әкесі дейді, егерде баласы сондай бір жақсы болып жатса дейді, ендеше өзін менің қаным ғой деп айтады дейді да, әкесі дейді да. Ал егерде баласы чуть былай дұрыс болмай қатса, бетіп қалатса, әйеліне шешесінен көреді дейді да, сен ғой туған, сен ғой деп. И обязательно сол шешесінің жағындағы бір сондай бір невезучий, сондай бір адамды обязательно тауып алып, соны әкеп примерға келтіреді дейді. Орысша кітап негізі. Но дейді, шындығына келген кезде дейді, баланың жақсы болуы да, жаман болуы да дейді, 100% анадан да, 100% әкеден де қатысты емес ол дейді. 100% демейді. Бірақ 50%-дан көбі дейді, шешесіне байланысты дейді да, 50%-дан көбі шешесіне байланысты. Не себептен дейді? Себебі дейді, оны ғылымда да дәлелдеді ғой дейді. Себебі бала ол 9 ай бойы әйелдің жатырында, маткасында жатады ғой дейді. Маткасында жатады. Сонда ол 9 ай бойы қоректі ол әйелдің сол маткасынан алып тұр ғой дейді да. Ол толықтай ғылымда дәлелденіп тұрса дейді. Неге бала жақсы болса, шешесі, әйелдерді кейде сөйтеміз, жақсы болса маған тартқан ғой дейміз, жаман болса да дей саламыз да. Негізі ол дұрыс емес дейді. Негізі ол дұрыс емес. Бала жақсы болса да, жаман болса да, әкесі де, шешесі де кінәлі емес дейді, олай емес дейді. Вот енді мен сіздерге осы бір жерден айтамын. Орысша жазады, жаңа писатель айтады, дейді, баланың дейді, қандай минусын кім көріп тұр дейді. Если әке көріп тұрса дейді, қараңыз, әке көріп тұрса, ендесе әкесі айтсын дейді, мен баламның осы минусын қабылдадым деп айтсын дейді. Себебі дейді, ол минусты шешесі көрмеуі мүмкін дейді да. Қараңыздар, оны шешесі көрмеуі мүмкін дейді. Ал егер дейді, баланың бойынан шешесі минусты көріп тұрса дейді, ендесе шешесі айтсын дейді, мен осыны қабылдадым деп дейді. Баланың әлгі бір минусын қабылдадым деп шешесі айтсын дейді. Енді дәлше кеттік, соны еще дейді. Оны дейді, жұртқа жария қылудың қажеті жоқ дейді. Түсіндіңіздер ме? Жұртқа жария қылудың қажеті жоқ дейді. Сонда жұрт деген кім? Жұрт деген ол баланың әкесі емес, анасы емес, сол баламен бірге туылған балалар емес деген сөз ғой. Сонда ол көршіңе айтпа, тіпті өзіңнің әкеңе, шешеңе де айтпа, өзіңнің бауырларыңа да айтпа, өзіңнің жолдастарыңа, достарыңа айтпа, өзің, тем более әлеуметтік желіге айтпа деген сөз екен ғой. Айтпа дейді, айтпа. Өзің қабылда дейді. Если әке баланың бойынан какой-то бір минусты көріп тұрса, әке осы дұрыс емес десе, әкесі қабылдасын дейді, соны қабылдасын дейді. Ал шешесі көріп тұрса дейді, ендеше шешесі қабылдасын соны дейді, шеше қабылдасын дейді.
Неге дейді? Себебі сол арқылы олар міне Богқа приближается к Богу дейді. Олар сол арқылы Аллаға, Құдайға жақындайды дейді. Сол арқылы Құдайға жақындайды дейді. Өте мықты, жақсы, өте жақсы жазылған. Енді орысша кітап. Сөйтіп айтады да, мен айтамын, деймін да, қалай мықты деймін да, негізі шынымен де солай. Шынымен де солай да. Адамдар көбіне не істейді, елден сұрап кетеді да, елде деп, жоқ олай емес, сен бір қабылда дейді, соны қабылда дейді. Қабылда деген сөз ондай, қабылдадым енді. Мына мен қасымды қабылдадым деп отырмын ғой, не істеймін деп, сол сияқты ғой. Себебі оның артында да бірдеме тығылып тұрған шығар. Түсіндіңіздер ғой, оның соңында да бірдеме тығылып тұр. Артын Алла ғана біледі ғой. Любой нәрсенің артын Алла ғана біледі. Может быть, сол қараңыздар, может быть, баланың сол бір әкесі минус деп көріп тұрғаны, может быть, баланың именно сол несі шығар, например. Может быть, балаға сол бір жаңа жаман деген әдеті балаға сол жақсы өмір сыйлайды шығар. Может быть, түбі деп атқаным ғой жай. Мысалы, мен айтам ғой, мен бала кезімнен отырып алып кітап оқи беретін тұғым деп. Сосын мен андай түсініп алған нәрсемді түсіндіргенді жақсы көремін да. Ол үйдегілердің бәрі уже надоел шықты ғой. Мен қашан қайта беремін? Мен Қайрат қайта беремін, Мансұр қайта беремін, айта беремін. Олардың надоел шығып кетті ғой уже. Сосын мен не істедім? Мен әлеуметтік желіге шығып кеттім да. Осылай шығып кеттім, болды. Айтып отырамын. Кім тыңдап жатыр мені, кім менімен ұрысып жатыр, маған бәрібір болып кетті. Сонда қарап отырсаңыздар, менің осы түсініп алғанымды түсіндіре алуымның өзі маған кайф сыйлап отыр, мені энергиямды көтеріп отыр. Түсіндіңіздер ғой? Солай. Ана айтады, бала кезінен дейді, бала кезінен ауыр темір терсекті осы көтере беретін осы дейді. Ұрсады дейді, мамасы ұрсады. Белің қалады дейді. Ал сол бала керемет штангист болды дейді. Қараңыздар, оның бала кезіндегі жаңа бір жаман әдеті мына жаққа келіп штангист қылды. Тағы бір баланы айтады, кішкентай кезінен дейді, кірттің брелоктарына қызыға беретін дейді. Жаңа кітапта бірнеше мысалдар келтіреді. Сонда айтады, брелокқа қызыға беретін дейді. Именно әлгіндегі біреулердің кілтінің брелогында шешіп алған жағдайлар болды дейді. Біреудің кілтінің, үйінен біреулер келеді, соның брелогын шешіп алады екен, әлгі бала. Содан жаңағы әкесі де шешесі деп психологқа да апарған, анда да апарған, мында да апарған, қоймаған ғой әлгі бала, қоймаған. Сосын ең соңында жаңағы брелогын үйіне келген адамдар, мысалы, брелог жоғалып қалды, айтып десе, біледі ғой, сразу баладан сұрап алып, апарып береді екен. Жарайды, бала қызығып шешіп алған ғой деп жай. Әдемі шешу да, әдемі шешу, шулатпау, әдемі шешу. Себебі неге? Себебі әкесі мен шешесі уже қабылдады, көнді. Что болмай тұр. Значит, күту керек. Не болады білмейміз. Ең соңында не болады? Жаңағы жігіт өзі сонда именно брелогтар шығаратын, сонда бизнес жасайды. Өзі жаңағы бала өзі жасайды сол брелоктарды. Вот ана, көріп жатсақ, қайырын білмейді пока, соңын білмейді, адам білмейді. Просто қабылдау керек. Мысалы, кейбір балалар, может быть, болатын жаңа, кейбір шыңғыра береді. Жарайды, енді психологқа апарыңыздар, мен апармаңыздар демеймін, апарыңыздар. Психолог айтады шығар, например, бұл баланы сапсау, білмеймін, неге айғайлай береді деп айтуы мүмкін енді. Қайдан білейін, жай айтып жатырмын примерно. Или ол осындай возрастта айқайлайды деуі мүмкін. Бірақ ол бала ол возрасттан өтіп кетті, әлі шыңғырып жүр. Қайдан білесіздер, может быть, ертең Димаш сияқты әдемі әнші болып кете ма? Білмейсіздер ғой. Кезінде Димашты да ойбай шыңғыр деп естеріңізде ғой қандай қылып еді, қазір қандай мысалы. Алла тіл көзден аман сақтасын. Рас қой, білмейміз. Солай, білмейміз. Ол деген сөз анда врачқа қаралма, мұғалімге апарма деген сөз емес. Жоқ, олай емес. Врачқа қаралыңыздар, мұғалімге апарыңыздар. Психолог қажет болып тұрса, психологқа апарыңыздар. Қазір дипломированный жақсы психологтар бар. Түсіндіңіздер ғой? Жақсы психологтарға апарыңыздар. Анау ойбай мына бір психолог бәленбай подписчигі бар, олай емес. Кәдімгі практикада жүрген психологтарға апару керек. Практикада жүрген да. Сонда психологтарға апарыңыздар. Қолыңыздан келгеннің барлығын жасау керек қой. Түсіндіңіздер, қолдарыңыздан келгеннің барлығын жасау керек. Тіпті болмай баратса, сосын айтасыздар, болды енді мен ештеңе істей алмаймын дейсіздер. Болды. Мен мына қасымды
бәлем бай рет лазер жасаттым, бәлем бай рет ремувер жасаттым. Болмады. Енді қашанғы жасата берем, естимеймін. Хорошо дедім, болды. Жарайды енді дедім. Болды. Все. Болды. Ел тиіспейді маған, қасыма тиіспейді. Но кейбіреулер сұрақ болса, күлемді қоям, ештеңе демеймін. Естимін. Оправдаться етемін, бәне, что я буду оправдываться? Бұл менің қасым ғой, кому какая разница? Менің қасымның осылай бүлініп қалғанынан адамдарға ешқандай не жоқ, жамандық жоқ. Рас айтам, мен оны 100% оны сенімді түрде айта аламын. Наоборот, кейбір адамдарға может быть бұл сабақ болатын шығар. Может быть. Опана, қасымдайда, осындайда, соңғысындайда болып кетуі әбден мүмкін екен ғой деп ойланып қалуы мүмкін. Түсіндіңіздер ғой? Не всем же все прямо гладко. Не у всех же так гладко. Не у всех так идеально все получается. Нет. Сенбеңіздер оған. Олай невозможно. Не может быть такого. Идеальный нәрсе нет. Алла ғана жасай алады оны. Мен керемет қып жасап берем, айтып берем, бүйтіп берем. Нет. Адам қолынан келгеннің барлығын жасайды. Бірақ Алла бүйтіп пазлды қоймаса, болмайды. Болмайды. Солай. Норм сияқты ғой дейсіздер ме? Иә, сіздер уже бәріңіз үйреніп алғансыздар ғой мен қасыма. Менің оқырмандарым үшін менің қасымда норм, менің шашымда норм, өзімда норммын. Себебі өзім норм деп қабылдап алған, мен не істейміз енді, жарайды деп өзім норм ғой. Жақсы енді. Сау болыңыздар. Амандықта жүздескенше. Бұл эфирді YouTubeға сақтаймын. Ютубқа сақтаймын.